шыны бөртеді, бір шал өмір сүріпті. Оның сұлу да сымбатты, Әлия есімді немересі бар екен. Әлия, қызым, орманда барып жиек теріп келші. Жарайды ата, онда мен кеттім. Жолың болсын. О, менің кәмпит бар екен ғой, кәмпиттерін жей алайын. О, әмбе керек. Ешкім көріп тұрған жоқ па? Сіз қашып. Ей, Торай, не істеп жатсың? Шошқын ғой. Неге қоқыс тастап жатсың? Мен тастаған, тастамадым мен ештеңке. Мен көрдім ғой, сен қоқыс тастадың. Жоқ. Неге істедің? Тастамадым мен. Жиналған бәрі. Мазамды алмашы, кеттім мен. Мен сен бәрін айтып берем. Сәлем қоян. Сәлем Әлия. Қалың қалай? Жақсы. Орманда неге жүрсің? Ата мені жидек жинауға жіберген. Ендеше мен де саған көмектесейін. Жарайды. Мақұлысты кім тастаған? Мен білем. Бұндан Торай келіп шашып кетті. Ендеше сен бізге Торайды шақыр. Жарайды, қазір оны әкелем. Есімді ұқынау. Бұл не деген масқара? Мінекей, Торайды әкелдім. Не болды? Мазаны алып қойдыңдар ғой шақыр. Тағы не болып қал? Торай, неге қоқыс лақтырасың? Табиғатты ластауға болмайды ғой. Мен мұсыр лақтырған жоқ. Лақтырдың. Лақтырмадым. Лақтырдың. Лақтырған жоқпын дейді. Ендеше біз саған көмектесейік, мүмкін бірге жинап тастармыз. Ой қойшай, мен ештеңке істеген жоқпын. Істемеймін де, кеттім мен. Ойбай, оны еткендер. Қасеке. У-шу шығарғандар міне. Кешіріңіз Қасеке, мен сізге барлық жайтты түсіндіріп айтып кетейін. Мына Торай дейтін қоқыстарын лақтырып кетіп, енді жинамайын деп жатыр. Ей, Торай, оны еткенің. Қанеки, жинаған бәрін, әйтсе жеп қоям. Болып, Қасеке, жинап тастаймын қазір. Ойбай. Біз де көмектесіп жіберейік. Болды, Қасеке. Егер де осындай қайталанса, мен сені жеп қоям. Болды, Қасеке. Айтсаңыз болды. Достар, мені кешіріңдерші өтініш. Бұндай жағдай екінші рет қайталанбайды. Балалар, бұл оқиға бізге табиғатты таза ұстаудың қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Егер әрқайсымыз қоршаған ортаға қамқорлық жасасақ, орманда, жануарлар да бізде бақытты өмір сүреміз. Табиғат біздің ортақ үйіміз, оны қорғау бәріміздің міндетіміз. Ластанған жерді көргенде үнсіз қалмайық. Әрдайым тазалықты сақтап, табиғатты аялауды ұмытпайық.